Ал қымбатты көрермен, қонақжай студиямызға жайғасқан мейманымыз бар екен. Тағы сіздерде таныс болып отырыңыздар. Айбол Құдайбергенов. Күйші, әнші, сазгер, бір сөзбен айтқанда 8 қырлы, бір сырлы. Жан, қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Енді ең алдымен күйшілік өнер жайлы айтайықшы. Жалпы алғаш аспапты қай жасыңызда ұстадыңыз? Енді алғаш аспабымда алдында осы сұрақты қойған кезде мен айтам, мүмкін 5 жасымда мекен, 6 жасымда мекен, есімде жоқ. Енді бала кезімде көзімді ашып көргенде, енді қазақтың халық аспаптарына, әсіресе бірінші домбыра, соны көргенбіз. Сол енді бала жасымыздан домбыраны атша мініп, ойнап, әуелі жаңағы ойыншық ретінде ойнап, сосын кейін кәдімгі домбыраны құлақ күйін келтіріп, сөйтіп ойнап кеткенбіз. Себебі біз Құдайбергеновтер енді өнерлі отбасы болғандықтан, біз мынау бесіктен бастап осы қазақтың өнерімен тәрбиеленгенбіз. Енді алғаш қолыма ұстағаным домбыра деп айтып жатырсыз. Алғашқы ұстазыңыз есіңізде де бар шығар? Енді алғашқы ұстазым есімде. Ол менің ағам Ербол Құдайбергенов деген. Ол біз бала кезімізде біздің әке-шешеміз енді бізге арнайы үйретпеген, себебі олардың уақыттары жоқ. Олар гастрольмен мына қалада, ана қалада әртүрлі жаңа гастрольдік сапармен жүреді, а біз енді үйде отырып бір-бірімізді үйреткенбіз. Сондықтан біз Ерболға одан үлкен ағаларымыз үйретсе, енді Ербол маған аға болып келгендіктен ол маған алғашқы домбыраны қалай ойнау керек екен, қарапайым түрін үйреткен. Одан кейін арнайы музыка мектебіне бардым, Қарағандыда өнер мектебіне. Ондағы мұғалімдер болды. Соңында Марат Мажитов деген ұстазда бітіріп шықтым. Сосын кейін Қарағанды Тәттімбет атындағы музыка колледжін бітірдім. Болатхан Ташимовты бітіргем. Сосын оны бітірген соң Алматыдағы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваторияны оқыдым. Бірақ Қазақ ұлттық консерваторияда шертер мамандығын таңдап, сол шертер мамандығын бітіріп шықтым. Консерваториядан кейін аспирантура бітірдім. Сол Ерсайын Басығарада қазіргі профессор, сол кісіде дәріс алдым. Енді қазір менің ойнайтын аспаптарым, енді бұл бала кезімдегі арман еді, қазақтың көне аспаптарының бәрін ойнау деген. Дегенмен де ақырындап арманыма жетіп келе жатырмын. Қазақтың 2 шекті домбырасын, 3 шекті домбырасын, шертерін, сыбызғысын, сасырнайын, шаңқобызын, енді ақырындап қобызым да бар үйде, қыл қобыз. Оны да меңгеріп жатырмын. Енді сол арманыма жетіп келе жатырмын десем болады. Енді бүгін біздің студиямызға домбырамен қоса шертерді және сыбызғаны ала келіпсіз. Иә, бұл енді бұлар ылғида мен қанжығамда жүретін аспаптар. Иә, қай концертке барсам да осы аспаптарым көбінесе алып жүрім. Оның үстіне бізде этнорок тобы Тиграхаут деген өзіміз осы Талдықорғанда құрған тобымыз бар. Сол топта осы 3 аспапты көбінесе осы 3 аспапты қосып әндерімізге, күйлерімізге пайдаланамыз. Сондықтан бүгін міне 3 аспапты алып келу маған қиынға соқпады. Енді олай болса қонаққа да сұраймыз? Әрқайсынан бір орындап берсеңіз. Енді сіздерге мына қазақтың көне аспаптарын бәрін таныстырып кетсем, қазақтың көне аспаптары өте бай. Бұл 60-шы жылдардан бастап біздің атақты ағамыз Болат Сарбаев деген өнер зерттеуші, фольклоршы, профессор, сол кісі қазақтың көне аспаптарын бәрін жаңғыртып алып келген. Себебі мынау 50-ші жылдарға дейін қазақта домбырадан басқа аспап жоқ деген ұғым қалыптасып қалған. Себебі қобыз, басқа да аспаптардың бәрі жойылып кеткен, оны орындайтын орындаушылар да жоғалып кеткен. Мына Совет өкіметінің солақай саясатының кесірінен қобызда ойнайтын бақсылардың бәрін кезінде атқан, түрмеге жапқан, қобызда ойнауға жаңа рұқсат бермеген. Сондықтан қобызда жоғалып кеткен. Қазақта жаңағы домбырадан басқа аспап жоқ деген ұғым қалыптасқан. Енді Болат Сарбаев оны керісінше дәлелдеп, қазақта музыкалық аспаптар өте көп. Олардың түрі де көп, аттары да әртүрлі деп, мынау
жердің астынан археологиялық жұмыстардың нәтижесінде көптеген аспаптар табылды. Оның ішінде мына шертер деген аспап, сасырнай деген аспап, мына 70-ші жылдар отырар қаласының жаңа археологиялық жұмысы жүріп атқан кезде қаздың жұмыртқасындай саз балшықтан жасалған бір аспап тауып, оны Болат Сарбаевқа ұсынып, міне мынау музыкалық аспап болуы мүмкін, сосын сіз қараңызшы деген кезде ол кісі жаңағы саз балшықтан жасалған аспапты көріп, бұл деген саз сырнай деген аспап деп, оны осы уақытқа дейін жетілдіріп, басында 3-4 тесігі болған дейді, кейін мынау 6-7 тесікке дейін апарған. Енді солардың ішінде мына көне аспаптың бірі, сол Болат Сарбаев насихаттап келген қазақтың көне аспабының бірі сыбызғы. Енді бұл қарапайым аспап, бұл көнеден келе жатқан ұлттық аспап, кәдімгі табиғи материалдан жасалған. Мынау қурай деген өсімдік. Қазақта қурай деп аталады. Башқұртында да осындай аспап бар. Олар бірақ қурай деп атайды. Енді осы орайда айтып өтіңізші, жалпы сыбызғы қай өңірлерде жақсы дамыған? Сыбызғы енді батыс Қазақстанда, шығыс Қазақстанда, біздің қазіргі Қазақстанның территорияларында, одан жаңа оңтүстік Қазақстанда, енді қазір Қытай қазақтарының арасында өте жақсы дамыған, Моңғол қазақтарының арасында өте жақсы дамыған. Қазіргі таңда бізде консерваторияда осы сыбызғы аспабынан класс бар, дәріс береді. Яғни қолға алынды дейсіз? Енді мына аспапты маған сыйлаған Нұрахмет Жорабеков деген кісі, үлкен ақсақал. Ол кісі менің ұстазым, осы сыбызғыны үйреткен. Енді сол кісі өзі жасаған. Мынау Алматы жақтың жаңа есік тау түрген жақтағы таудың етегінде өсетін қурай. Енді осыда бір жақсы бір шығарма орындап берсеңіз? Бәрекелді, қандай керемет. Тура бір студияда емес, қазақтың кең даласында жүргендей сезініп кеттім ғой өзімді. Енді мынау қазақтың көне аспабының бірі шертер деп аталады. Бұл шертер аспабы жаңа айтып кеткен Болат Сарбаев ағамыз тапқан, атамыз десе де болады. Ол кісі бізге енді үлкен кісі ғой, енді бұл өмірден өткен. Сол кісінің жазуы бойынша көне түркі тілдес халықтарының аспаптарын бәрі бірдей ұқсайды. Мысалы, домбыра десек, домбыраға ұқсас аспаптар басқа ұлттарда да бар. Шертер десек те, осы басқа ұлттарда да бар. Алтайлықтарда, тувалықтарда, түркі тілдес халықтар, қырғыздарда да. Енді мына шертер деген аспабының өзі бір ерекшелігін Болат Сарбаев атап өткен. Бұл қазақтың мынау қара домбырасы мен қара қобызының арғы атасы деп кеткен. Яғни шыққан, мынау осы шертерден шыққан белгілеп кеткен. Мынау енді қазіргі түрі ғой, қазіргі енді осы заманауи түрі. Бұның ерекшелігі неде? Мынау терімен жабылған. Терімен? Мынау тері. Кәдімгі қойдың, ешкінің терісі болады. Шегі, мынау қазіргі шектер бұрын кезде қылдан жасаған. Пернелері болмаған бұрын кезде. Енді бұны алғашқы суретке салып кеткен поляк жер аударушы революционер, мұна бізде Маңғыстауда сол жақта өмір сүрген екен. Қазақтардың арасында қазақтың тұрмыстарына қарап өзінің жазбалары бар, суреттер бар. Сосын кейін Парижде 1865 жылдар мекен сол бір
қазақ даласына саяхат деген бір альбом кітап шығарған. Соның ішінде, жаңа суреттің ішінде көптеген мынау үй жабдықтарының арасында, ыдыс аяқтарының арасында шертер аспабында да салып біткен. Енді осы қазіргі таңда бізде консерваторияда сабақ беріледі, бүкіл Қазақстан бойынша жаңағы шертершілер аз емес. Енді осы Талдықорғанға 2002 жылдан бері Талдықорғанда жұмыс істеп келе жатырмын. Менің арманым осы музыкалық колледжде Қанабек Байсейітов атындағы шертер классын ашу еді. Енді соған Құдай оңдап, осы биылдан бастап шертер классын ашып жатырмыз. Енді осы колледждің басшыларының арқасында. Енді осы күй тартып енді қазір сөзіңіз аузыңызда, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, алдымен қоңырау қойсақ, одан кейін сұхбатымызды жалғастыратын боламыз. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Көрермен, біз сізді тыңдап отырмыз. Сәлеметсіз. Теледидардың дауысын сәл басып қойсаңыз, бізбен тілдесу жеңіл болады. Сәлеметсіз, қайырлы таң. Сәлеметсіздер. Иә. Жақсы байланыс үзіліп кеткен сияқты. Ал енді өзіңізден бір шығарма сұраймыз? Тағы бір атап кетерім. Болат Сарыбаевтың өзінің ең алғаш құрған ансамбльдері бар. Сол ансамбльдерінің арасында шертерде ең алғашқы орындаған Өтепберген Хамзин деген ұстазымыз болады. Одан Жарқын Шәкәрім деген ұстазымыз болады. Сол осы екі кісі ең алғашқы шертерде ойнаған кісілер. Енді Жарқын ағаны білесіздер, ол қазір көбінесе үш шекті домбырада ойнайды. Сол үш шекті домбырадағы күйлерін бәрін орындаған күйлерді осы шертермен де орындаса болады. Енді Жарқын Шәкәрімнің күйі тас кескен деген күй. Ол өзінен үйренген. Тамаша, керемет. Енді кезек қара домбыраға да келген сияқты. Енді мынау өз біздің қазақтың қара домбырасы, өзі білесіздер. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп бізде мақал болып кеткен осы өлең бар. Енді осы домбырадан айтсақ, қазақтың домбырасыз қазақты елестету қиын. Мүмкін емес. Енді домбыралар туралы айтып кетсек, қазақтың домбырасы әртүрлі болған, форма жағынан, үн жағынан, күйшілік домбыралар бар, әншілік домбыралар бар. Енді мына қолымдағы домбыра бір ерекшелігі бұл жартылай акустикалық деп аталады. Жартылай акустикалық, жартылай электрондық аспап. Себебі біз жаңа бағанағы айтып кеткендей Тиграхаут этнорок тобына қатты қажет болды бұл аспаптың өзі.
Себебі рок деген өте қатты шулы музыка, сондықтан жай домбыра ол үні шықпай қалады. Қанша микрофонды қойғанмен де техникалық ақаулар болады. Сондықтан осы мына аспапты арнайы жасатқам Алматыда. Бұны жасап шыққан Вячеслав Качанов деген бір керемет жақсы шеберіміз. Сол кісі басынан бастап мынау домбыраның шанағын ойып, бір тұтас. Одан жай электроникасын салып, мынау пернелерін, құлақтарын бәрін өзі жасап шыққан. Енді осы аспап сіздерге айтып кетейін, бұл сол кісінің негізгі 20 жылдық арманы екен. Домбыра жасау. Негізі өзі гитара жасайды. Гитара жасағанда да керемет шебер енді. Ал енді сосын біз ұсыныс берген кезде өзі қуанып кетті. Менің өзім арманым еді 20 жыл бұрын осы армандаған домбыра жасап шықсам деп. Енді сол бір-бірімізге көмектестік дегендей болады, арманымызға жеткізіп. Тамаша. Енді тағы да сіздің сөзіңізді бөлейін, көрерменімізге кезек берсек. Қайырлы таң. Алло, саламатсыз. Сәлеметсіз бе? Мен тілек білдірсем ба деп едім. Мархабат. Аты жөніңізді айтып өтсеңіз? Аты жөнім Оразаев Талғат. Мен де өнер адамы болам. Осы Айбол бауырымызға тілек білдірсем. Мархабат. Теледидардың дауысын сәл басып қойсаңыз? Айбол бауырымызға енді өнер отбасынан шыққан жігіт қой. Бұл осылай өнердің өсе беруіне, осы жетісу жерінің өнерін дамытуына үлкен үлес қосуына шын жүректен тілектеспіз. Міне өзі айтып отыр екен, жаңа колледждан әлгі шертер класын ашып отыр екен. Жақсы шәкірттер дайындауына, осылай отбасының аманшылығына, өнерінің жануына тілектеспін. Осылай өнерін өрлей берсін деп тілегім келеді бауырымызға. Рахмет. Жақсы сіздің де Мен айтқаныңыз келсін, тәке. Енді тағы бір айтып кетерім, осы мына домбырада өзім жалпы бала кезімнен бастап ойнаған домбыра, кейін осы домбырада өзімде сабақ бердім. Қарағанда өнер мектебінде, өзім оқыған мектепте де бір жылдай сабақ бердім. Тоқырау заманында біздің мұғаліміміз енді заманға қарай мектепті уақытша тастап, басқа салаға түсіп, сондықтан соны мұғалімнің орнына барып біз сабақ бердік, колледжде оқып жүргенде. Одан кейін енді басқада шәкірттер тәрбиеледік. Яғни ол кезде өздеріңіз де студентсіз? Өзімізде студентпіз, және де бізден кейінгі бауырларымызды да үйретіп жүрдік. Талдықорғанға келген кезде Талдықорғанның балалар өнер мектебінде де жұмыс істедім. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Тұрсынхан Қарақожаеваның қол астында біраз жыл жұмыс істедік. Енді ол жерде де біраз шәкірттеріміз шықты домбырадан. Енді жаңа айтып отыр, саз колледжі, музыка колледжі, енді осы биыл кіріп отырмын. Енді тәкең айтқан тілек қабыл болсын деймін. Рахмет, тәке. Енді қазіргі орындалар шығарма? Қазіргі орындалатын шығарма қазақтың халық күйі аңшының зарын қысқаша орындап берейін, мына эфирге байланысты. Енді тағы да бір айтып кетерім, жаңа Талғат Оразаев деген ағамыз болады, осы филармонияда жұмыс істейді. Бізде мына саз колледжінде ұстаз, сол сияқты бізде Дүнгенбаева Ботагөз деген қарындасымыз бар. Ол да мықты домбырашы. Бізде жалпы мынау Талдықорғанда, Жетісу өңірінде өте кереметті музыканттар бар, домбырашылар, қобызшылар бар. Енді осы кісілер менің өзімнің шығарған күйім өз шәкірттеріне үйретіп отырады. Сол ерекше бір атап кетейін деген Қарқара деген күйім шыққан осыдан. Яғни бұл авторлық күйіміз? Иә, авторлық күйім. Жоқ, қазір орындалатын бұл қазақтың халық күйлері. Иә.
қазақтың күйлерімен бір сусындап қалдық қой. Енді нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген сөз бар. Бүгінгі таңда жалпы осы күй өнерінің дәріптелу жағдайы қандай деңгейде? Енді мен айтам, өте жақсы, өте керемет. Қазіргі енді біз оқып жүрген кезде де біраз жақсы деген күйшілер болды. Біз оқып жүрген кезде, консерваторияны оқып жүрген кезде 2003-те бітірдім мен. Оған дейін өте кереметтей көптеген фестивальдар өтіп жатты, конкурстарда өтіп жатыр. Енді қазірде азайып қалған жоқ, қазір одан да көбірек болып жатыр. Қазір әртүрлі проекттер жүріп жатыр. Қазақ дәстүрлі өнеріне қатысты. Тек қана домбыра емес, басқа да аспаптардың бәрі насихатталып жатыр. Бірақ енді заманға сай жастар, көретін жастар бар, көрмейтін жастар бар. Бірақ айтар едім, жоқ емес, бар. Жастар арасында да, үлкен кісілерде де. Енді шәкіртсіз ұстаз тыл дейді, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға дейді ана халқымыз. Жалпы бүгінгі таңда осы колледжден бөлек жеке шәкірттер қабылдайсыз ба? Мысалы, бәлкім осы бүгінгі сұхбатымыздан кейін кісілер осы кісіге мысалы шәкірт болуға келемін деп айтып жатса? Әрине, Абай атамыз айтқан, бала оқытуды жалықпағам деп. Менде алдыма келіп, мен сізден үйренем десе, оны мен ешқашанда жаңағы итермеймін. Келем, үйренем деушілерге есік ашық. Және де мынау келер жылы колледжге түсем деп жатса, оғанда жаңағы дайындық болады. Келсін, үйренсін. Қазақтың өнерін біз насихаттаудан жалықпаймыз, үйретуден жалықпаймыз, керісінше қуанамыз. Үйренем деушілерге жаңа біз қуанамыз. Бәрекелді, енді алдағы жоспарларыңызбен де бөлісе отырсаңыз? Енді алдағы жоспар бізде бағана айтып өткендей қазақтың Сүйінбай атындағы Алматы облыстық филармониясында жұмыс істегендіктен біз осы жақын арада 7-8 күндері Алматыда боламыз, оркестрдің құрамында. Мен өзім сазген ансамблінде жұмыс істеймін. Бұған дейін 10 жылдай Адырнада жұмыс істеп келгем, сондықтан осы бүкіл филармонияның күйшілерін бәрін жұмылдырып, үлкен оркестр құрып, Алматыға бізді сапарға жіберіп жатыр. Себебі о жақта үлкен оркестр шеруі болады. Енді сол біз Талдықорғанның туын көтеріп, Алматы облысының туын көтеріп барамыз. Бәрекелді. Енді бізді көріп отырған көрермендерімізге тілегіңіз болса, мархабат. Біріншіден сіздерге көптен көп рахмет. Осы Жетісу телеарнасына шақырып атқандарыңызға, сіздер осы жылда шақырасыздар, ұмытпай келіп отырамыз. Біздің ең басты мақсат енді өзімізді көрсету емес, мына қазақтың өнерін насихаттау. Енді осы Жетісу телеарнасына арқылы өнерімізді, қазақтың өнерімізді насихаттап мүмкіншілік беріп атқан мынау телевидение басшыларына сіздерге де көптен көп рахмет. Ал енді көрермендеріңіз көп болсын, көрермендеріңіз ешқашанда жалықпай, әртүрлі бағдарламалармен қауыша берсін. Бәрекелді. Енді алтын уақытыңызды бөліп, бізге де бүгін келіп сұхбатыңызды бергеніңізге, бізді сусындатқаныңызға өзіміздің алғысымызды білдіреміз. Сізді тек шығармашылықтың шыңынан ғана көре берейік. Амин, айтқаныңыз келсін.